санды разрядты қосылғыштардың қосындысына жіктеуді үйренеміз. Суреттерге қарап, екі таңбалы сандар қалай құралғанын айтайықшы. Дұрыс, екі таңбалы сандар ондықтар мен бірліктерден құралады. Балалардың қолындағы жазуларға қарап сандардағы ондықтар мен бірліктердің санын айтап көрейікші. Дұрыс, 51 саны 5 ондық 1 бірліктен тұрады. 85 саны 8 ондық 5 бірліктен тұрады. Балалар, екі таңбалы санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Ол үшін ондықтар мен бірліктердің қосындысын жазу керек. Мысалы, 51 саны 50 мен 1-дің қосындысына тең. 85 саны 80 мен 5-дің қосындысына тең. Енді назарымызды экранға аударайық. Осы үлгі бойынша төменде берілген тапсырмаларды орындап көрейік. Есептеу үлгісіне мұқият қараңдар. 23 бұл 20 және 3 саны. Демек 20 мен 3 сандарының қосындысының мәні 23-ке тең. 23 саны 2 ондық 3 бірліктен тұрады. 23 пен 3-дің айырмасының мәнін табу үшін 3-ті 23-дің бірлігі, яғни 3-тен азайту керек. Сонда 23 пен 3-дің айырмасының мәні 20-ға тең болады. Ал енді 23 пен 20-ның айырмасының мәнін табу үшін 20 санын 23-дің ондығы, яғни 20-дан азайтамыз. Сонда 23 пен 20-ның айырмасының мәні 3-ке тең болады. Енді тапсырманың бірінші бағанындағы мысалдарды талдап көрейікші. 60 пен 7-ның қосындысының мәні 67-ге тең. 67 мен 7-ның айырмасының мәнін табу үшін 7-ні 67-ның бірлігінен, яғни 7-ден азайтамыз. Сонда 67 мен 7-ның айырмасының мәні 60-қа тең болады. 67 мен 60-ның айырмасының мәнін табу үшін 60-ты 67-ның ондығынан, яғни 60-тан азайтамыз. Сонда 67 мен 60-ның айырмасының мәні 7-ге тең болады. Барлығы түсінікті болса, балалар, қалған екі баған өздерің орындап көріңдер. Балалар, енді 28, 39, 54 сандарын разрядты қосылғыштар түрінде жіктеп жазып көрейікші. Жазып болсақ, тексеріп жіберейік. 28 саны 20 мен 8-дің қосындысына тең. 39 саны 30 мен 9-дің қосындысына тең. 54 саны 50 мен 4-дің қосындысына тең. Демек, балалар, екі таңбалы сандарды разрядты қосылғыштарға жіктеп жазу үшін ондықтар мен бірліктердің қосындысын жазу керек екен. Балалар, енді назарымызды экранға аударайық. 35 пен 2 санының қосындысының мәнін табу керек. Ол үшін 35 санының разрядты қосылғыштарын анықтаймыз. Олар 30 пен 5. Сонан соң 2-ні 35-тің бірлігі, яғни 5-ке қосамыз. 5 пен 2-ның қосындысы 7-ге тең. Шыққан санды ондыққа қосамыз. 30 пен 7-ның қосындысы 37-ге тең. 37 санынан 2 санын азайту үшін алдымен 37 санының разрядты қосылғыштарын анықтаймыз. Олар 30 пен 7. Сонан кейін 37-ның бірлігі, яғни 7-ден 2-ні азайтамыз. 7 мен 2 сандарының айырмасының мәні 5-ке тең. Шыққан санды ондыққа қосамыз. 30 пен 5-тің қосындысының мәні 35-ке тең. Ал балалар, бұл тапсырманы түсіндіңдер деген ойдамын. Ендеше қандай қорытынды жасауға болады? Иә, тез есептеу үшін екі таңбалы сандарға бір таңбалы сандарды қосқанда бірліктерді бірліктерге қосқан тиімді, және азайтуда бірліктерді бірліктерден азайтқан тиімді. Ендеше мына ережені жаттап алыңдар. Бірліктерді бірліктерге қосады, бірліктерді бірліктерден азайтады.
Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Есеп шығару барлығымызға ұнайды ғой? Солай емес пе? Ендеше есептің шартын мұқият тыңдаңдар. Жазғы демалыста Сырым 15 кітап, ал Дастан одан 3 кітап кем оқыды. Дастан неше кітап оқыды? Есепті талдап жіберейік. Есепте кімдер туралы айтылған? Дұрыс, Сырым мен Дастан туралы. Сырым неше кітап оқыды? Дұрыс, 15 кітап. Ал Дастан ше? Неше кітап оқығаны белгілі ме? Дұрыс, балалар. Дастанның неше кітап оқығаны белгісіз. Ол туралы не айтылған? Дастан Сырымға қарағанда 3 кітап кем оқыған. Жақсы, Дастанның оқыған кітабын табу үшін не істейміз? Есептің шешімін табу үшін қандай амалды қолданамыз? Ойланайықшы. Дұрыс, Дастанның неше кітап оқыған табу үшін азайту амалын қолданамыз. Қане балалар, есептің шешімін табайықшы. Есептің шешімін табу үшін 15 санынан 3 санын азайтамыз. 15 пен 3 сандарының айырмасының мәні 12-ге тең. Жарайсыңдар. Енді не жазуымыз керек, балалар? Жауабын жазамыз. Жаза қойыңдар. Жауабы Дастан 12 кітап оқыған. Жарайсыңдар, балалар. Есептің шешімін дұрыс таптыңдар. Жауабын да дұрыс айттыңдар. Үйде осы есепке кері есеп құрастырып, шығарып көріңдер. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылап жіберейік. Егер де берілген критерий бойынша сабақты меңгерген болсаңдар, құс тұмсық белгісін қойыңдар. 2 таңбалы сандарды разрядтық қосылыштарға жіктей аламын. 2 таңбалы сандарға 1 таңбалы сандарды қосып азайта аламын. 2 таңбалы сандардың графикалық моделін құрастыра аламын. Балалар, белгілеп болсаңдар, қалған тапсырмаларды үйде өз беттерінше орындандар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.